Достар, сәлем. Менің есімім Айдын Айбек. Бүгін кезекті видеода AX электронный темекісін сіздерге распаковать етіп ішін көрсетем. Тест болмайды, тест жасамаймыз, только ішін ашып көрсетеміз сіздерге. Келістік па? Ендеше кеттік. AX компаниясы осындай темекісін шығарды. Кореяда жасалған, made in Korea, осындай коробкада береді. Бұның ішінде қолданатын шағын кітапшасы, обзор. Использование 2 раза подряд без подзарядки, ускоренная зарядка держателя, широкий ассортимент цветов дейді. Яғни бұның 5 түр цветі бар. Ақ, серый, көк, қара, қызыл сосын. Жалпы AX-тың 3 түрі бар. AX 2.4, AX 3 Duo. Мына осы екінші, үшінші ол, который мынандай. Мынандай. Жіңішке. AX-тың табақтары хитс деген, яғни стик деп айтылады ол. Ішінде ештеме жоқ. Коробкасы мінеки мынандай. Бүйтіп ашылады. Так, мынаяқтан оқысам. Кореяда емес, сделано в Малайзии. Малайзияда жасалған. Жақсы. Қорапшасы өте әдемі, көріп тұрғаныңыздай. Көк түсті бұл. 5 түсі бар, мынандай. Бұл көк түсі өте әдемі. Мынау несі? Трубкасы, мынау зарядкасы. Яғни білмейтіндерге бұлай көрсетейін. Ішіне салынатын. Ішінде ашылады бұлай. Зарядкасы бар. Type-C USB. Type-C білесіздер, қазір соңғы кезде бәрі осы Type-C болып жатыр. Және өзінің басы зарядканың головка деп аталады. 2 ампер output. Яғни нормально бұл. Made in China. Бұл тазалайтын несі. Қазір қалай тазалайтынын көрсетемін. AX-тың смола жоқ деп айтады, жалпы смола жоқ. Только никотин бар, 0,6 грамм сондай. Обычный сигаретте смола да бар, никотин да бар. Полный зарядка 1 сағат жарым зарядталады, 90 минут. 90 минут зарядталады. Полный зарядкасы 1 темекі, осы бір полный пачка шеккенге жетеді. Білмеймін, өзім тексеріп көрмедім, жетеді деп айтады. Және бұл екінші несі. Бірінші AX, мынау AX 2.4 ойдеймін. Ол бір рет шегесін, одан кейін 2 минут, 3 минут тұрады, зарядталады, сосын барып шегесін. Ал мұнаны подряд 2 қатар шегуге болады. Алдын шектің бітті, екіншін тағы алып шегесін. Үшіншінде шеге алмайсың, бұны зарядкеге қойып, зарядкасын саласың, 5 минут тұру керек. 5-5,5 минут. 5,5 минуттан кейін алып, тағы да 2 шегуге мүмкіндік бар. Мына жерде зарядкасы көрсетіп тұрады мені. Кішкентай қалды деген. 2 точка тұрады. Бір рет чектің ба, бір точка суы шығып қалады. Екінші точка, бір точка жанып тұрады. Яғни бір рет шегуге қалды. 2 рет чектің ба, 2 точкада бітті. Соны салғаннан кейін өзі зарядталады, толады. Полный, вообще карманный зарядка сияқты ол, өзінің полный ішіндегі қанша қалған көрсетіп тұр, бітейін деп тұр деген сөз. AX-тың және де нелері бар, бұған чехолдары бар, және де мына жерге жабыстыратын, бөлек тағы ауыстыратын түстері бар. Және де сосын мына басын ауыстыруға мүмкіндігі бар, ауыстыратын чехолдар бар да. Мынаны тазалайтын түсіндіре кетейін. Бұл тазалайды. Каждый күн сайын күніне бір рет тазалап тұрған желательно. Құрғақ кезінде тазалау керек. Шегіп болғаннан кейін бұл қызат айтпақшы, бұл қалай шегіледі айтпақшы айта кетейін. Мынаның ішінде
ашылады былай ұстап тұрып ашу керек қой. Ашылады. Оның ішінде пышақ сияқты бір не бар. Сол осыған пышақ беті кіріледі. Тесікке тыққан кезде жайлап басу керек, сол кезде сызыққа дейін кіреді. Мына кнопка бар, мына жерде міне. Соны 2 секунд басып тұрады, сол кезде зырылдайды. Бір 10 секунд, 15 секунд күткеннен кейін қайтадан вибрация ойнайды. Сол кезде уже дайын деген сөз, қызып дайын тұр. Ары қарай өзі шеге береді. Бір 5 минуттай шегуім бар. Сосын бітейін деп қойған кезде вибрация береді. Мегадет тұрады походу. Сол кезде бір 30 секундтай қалды, немесе 1-2 сәтте қалды. Шек болғаннан кейін прямой бүйтіп осыны дұрыстап болып алыңыздар, сразу тартып алу болмайды. Бұны көбісі басында білмейсіз, тартып алады. Тартып алса никотин ішіне қалып қояды. Өйтіп шығаруға болмайды. Ұстап тұрып, осы кіршіктің көтеріледі, астын бүйтіп ұстап тұрсаңыз, көтерсеңіз ашылады. Енді барып шығаруға болады. Ішінде қалып қоймайды. Осын бүйтіп жабылады. Тазалаған кезде, шек болғаннан кейін бе, шек болған кезде іші қызып, іші смала сияқты ма, білмей, дымқол болып тұрады іші. Кепкеннен кейін барып, мынаны алып, аштық қой жаңа. Осыны алып, осыған тығады. Бір бағытқа бұрайды. Оңға ма, оңға, солға ма, солға бұрайды. Бір 10-15 секундтай бұрады. Кішкене итеріп, солай тазалайды. Содан кейін ішінен бірдемелер шығады, ішінен қап. Міне шықты, қалып қойған нелер ғой жаңа. Болды. Еш қиындығы жоқ тазалаудың. Жасалып тұр жағдай. Одан кейін болды, күннен ендіріледі, кешке қарай тазалып қойса жеткілікті. Зарядкасы Type-C. Айтпақшы, iQOO-ның бағасын айта кетейін. Бұл бірінші түрі арзаны, ол 17 000 теңге. Мынау екінші түрі Duo, ол 37 000 скидкамен, тағы 31 000, 32 000 алуға болады. Үшінші түрі ол осыдан сәл арзандауы, 35 000 осындай. iQOO-ды шегуге қарсысын ба, шегуге тұрарлық па, стойшы зат па, комментарийға жаза кетіңіз өз ойыңызды. Әлде темекі шегетін адам iQOO шеккенше темекі шегіп жүре берген дұрыс па, әлде iQOO-ға көшіп, более темекіге қарағанда более невредный затты шегіп жүрген дұрыс па, өзіңізді қалай ойлайтыныңызды комментарийға жаза кетіңіз. Достар, бүгінге осы сіздерге көрсетейін дегенім. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Бүгінге видеомыз осы. Рахмет қарағандарыңызға. Сау саламат. Или жігіттерше, давай. Сәлем достар, қалайсыздар деп айтпаймын.